Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин ашынардың арнасындасыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл видеода құрғақ кеспе тағамын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа мен тұзды суға әдемілеп қамырымызды илеп тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша көкөністерді дайындай береміз. Ол үшін бізге картоп, пияз, сәбіз, томат пастасы, 2 тіс сарымсақ және тауық еті керек. Тауық етін үлкен бөліктерге бөліп тураймыз, және картопты да үлкен бөліктерге бөлеміз. Пиязды мейлінше көбірек болғаны дәмді болады. Осылай ұзыншақ қып жіңішкелеп тураймыз. Сәбізді ірі қып турағанымыз дұрыс, езіліп кетпеу үшін. 2 тіс сарымсағымызды әдемілеп турап аламыз. Жалпы бұл тағам түрін мен қойдың төс етінен немесе осы тауық етінен дайындаймын. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, тауық етін қуырып бастаймыз. Араластырып отырып қызарғанша қуырамыз. Кейін үстіне пияз бен сәбізді саламыз. Бұл уақытта мен көбінесе араластырмаймын. Осылай бетіне салып, үстіне 2 тіс сарымсақты салып, тұз бұрышымды, мінекей тұзымды, бұрышымды саламын. Бұл уақытта мен тамақты араластырмаймын. Қазір қақпағын жауып, бір 7-8 минут қоя тұрамын. Кейін қақпағын ашып, иісі деген күшті болады. Осы уақытта араластырып, бір ас қасық томат пастасын қосамын. Кішкене араластырып, бір 2-3 минуттай ұстап, үстіне су құйып, араластырып, тағы бір 2-3 минутқа қақпағын жауып қоямын. Кейін ашып, үстіне картоптарымды салып, көрдіңіздер ме, картоптарым ірі, қатты батып тұрған жоқ картоптар суға. 15 минут пісіремін. Ол уақытта қамырымды жайып кесіп аламын. Қатты жұқады емес, қатты қалың емес. Ортасына ұнды тек кескенде жабысып қалмау үшін ғана. Ұнды қазір кесіп болған соң сілкілеп түсіріп тастаймыз. Мінекей. Әдемілеп қамырымызды жайып кесіп алдық. Егер де қамырыңыз көп болып кеткен жағдайда, бүгінгі тамаққа ғана алып қалып, қалған кеспеңізді пакетикке салып, морозильникке қоя салсаңыз, кез келген уақытта кеспе көжеңізге кеспеңіз дайын тұрады. Ал енді тамағымызға кеспемізді салайық. Міне, картоп дайын болуға бір 10 минуттай қалдау дегенде қамырды үстіне саламыз. Ортасын вилкамен кішкене бу бару үшін ашып қоямыз да, қақпағын әдемілеп жауып, 10 минут баяу отта пісіреміз. Мінекей 10 минутымыз өтті. Қақпағын ашып, үлкен вилкамен лапшаларымызды көтеріп, бұлайнан үстілерін бетіп қопсытып қоямыз. Көтеріп қоямыз да, тағы бір 5-10 минутқа жауып қоямыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Әдемілеп бірінші кеспесін, кейін картоптарын үстіне әдемілеп саламыз. Достар, каналымда тағамдардан басқа да тігін туралы, құрақ құрау, 3D құрақтары, гүл күтімі жайында видеолар болады. Әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Менімен бірге жасаңыз, комментарийда бөлісіңіз. Бұл тағам менің бобовый салатыммен керемет дәмді болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.